Қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін дәл осындай жарма ұнтағы қосылған, өте дәмді болып шығатын тәтті шеңберлер дайындайтын боламын. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жарма ұнтағын салып, оның үстінен қажетті мөлшердегі ұнды салып, одан кейін үстіне жарты шай қасықтай тұз салатын боламын. Одан кейін бір жұмыртқаны салып, және сұйық майды құямыз. Сұйық майдың орнына ерітілген сары майды да қолдануға болады. Енді видеода көрсетілгенде бір шай қасықты толтырып, қопсытқыш қосамыз. Қопсытқышты қосқан соң 200 мл жылы сүтіміздің жартысын құйып, бір араластырып аламыз да, одан кейін қалған сүттің жартысын барлығын құйып, бір келкі масса шыққанша араластырамыз. Яғни, жарма ұнтағы мен ұнның ешқандай түйірі қалмағанша араластырамыз. Міне, дәл осындай болып, қою масса шығады. Яғни сұйық болмауы қажет. Осындай насатканы бір реттік кондитерлік қапқа салып, оның үстінен дайын тұрған массамызды сыйғанынша салып аламыз. Егер де насатка болмаса, осы бір реттік қаптың өзін де пайдалануға болады. Мен бұл жерде насатканы тәтті шеңберлеріміз өнерлі болып шығу үшін, яғни әдемі болып көріну үшін қолдандым. Мінекей, дайын тұрған массамыздың жарты бөлігін салып алдым. Енді оны қызып тұрған сұйық майға қуыратын боламын. Яғни дәл осылай шеңберлер жасап, екі беті қызарғанша қуырамын. Тек қана шеңбер түрінде ғана емес, кез келген пішінге келтіріп, пісіріп алсаңыз өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Мінекей, бір беті қызарғаннан кейін, оны шанышқының көмегінен екінші бетіне аударып, екінші бетінде қызартып қуырамыз. Барлығы қызарып піскеннен кейін, дәл осылай шанышқының көмегімен сүзіп алып, оны қағаз майлық төселген ыдысымызға барлығын саламыз. Барлығын сүзіп алғаннан кейін, қанттан дәл осындай қылып сироп дайындайтын боламын. Сироп дайын болғаннан кейін, осы видеода көрсетілгендей тәтті шеңберлерімізді сол сиропқа салып, екі жағынан да жағып аламыз. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, төменге пікір қалдырып, менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды да ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін баршаңызға рахмет. Алдағы уақытта қарапайым, өте дәмді рецепттердің жасалу жолымен бөлісетін боламын.